Ауыл партиясының өзі мынау. Әкім таңдаған қуыршақ үш партияның бірі емес пе мәслихатта отырған? Жалпы фракция деген нәрсе ол енді ойлап табылған нәрсе. Мен Қанатбек Досалиев ағамыз бастаған фракцияның мәслихатта ауқымды бір мәселе көтергенін көргенім жоқ деді. Мынау кейбір фракцияның жетекшілері сияқты оларға жаңағы мінез көрсетіп, біз ондай жасағымыз келмейді. 2007 жылдан бері әділ сайлау болған жоқ. Назарбаевтың таңдаған үш қуыршақ партиясы мәжіліспен мәслихатта осы күнге дейін отыр. Мен партияның басшы ретінде маған ықпал жасады. Шекараны сызып берушілер, мандатты есептеп беретіндер, бөліп беретіндер хабарласып жатқан жоқ па? Бұл өзіңізге қиын болады дегендей мәселелер айтылды мысалы. Саяси жезөкшелік деген терминді қалай түсінесіз аға? Өздерінің сөздерінен өздері тайып, анау кісіні сатты. Ауыл партиясы өзге партияның депутаттарына зәру емес шығар? Жалпы мынау билікке деген сенімі жоқ халықтың. Мандат үшін партия ауыстыратындарды саяси жезөкше деп айта аламыз ба? Олар списке кіргізіп жатқан жоқ па, мысалы келіп жатқандар. Қайырлы күн құрметті көрермен, біз Уақыт каналында өздеріңізбен қайта жүздесіп отырмыз. Біздің сұхбат, біз келесі кейіпкерімізге келіп отырмыз. Өздеріңізге белгілі, алдағы уақытта мынау үлкен саяси науқан мәжіліс және мәслихат депутаттарын сайлауы келе жатыр. Сәйкесінше санаулы күндерден кейін үгіт насихат жұмыстары басталады. Сәйкесінше бұрындары мынау депутат болып, я түрін, я түсін талмайтын азаматтар енді үгіт насихатқа шығады, қайтадан халыққа үйде уәде береді, және осылардың жай-жапсары турасында мынау белгілі мәслихат депутаты бұрынғы Қанатбек Досалиев ағамызға келіп отырмыз. Бұған дейін де біз бірнеше сұхбат алған болатынбыз, және сол сұхбаттарда өзекті ой айтып, және осы көрерменнің ықыласына ие болған кейіпкеріміз деп айтуға әбден болады. Қанатбек аға, сұхбатқа келісіп бергеніңіз үшін әуелі алғысымды білдіремін. Дайынсыз ғой сұхбатқа? Дайынмын. Бастайық. Енді мынау өткен шақырылымның ғұмыры қысқа болды, өзіңізге белгілі. 2 жылға жетер-жетпес уақыт болды. Дегенмен бұның өзі белгілі бір істі тындыруға жеткілікті уақыт деп ойлаймын. Және осы уақыт аралығында ауыл партиясының өзі мәслихатқа 3 ғана депутат өтті. Өзіңіз бар, Қуаныш Дәулетәлиев, Ғани Қанжігіт. Дәл осы 3 депутат 2 жылдың ішінде не тындырды? 3 депутаттың да істеген жұмыстары мен басшы ретінде айтар едім, жаман емес. Көп елді мекендердің мәселесін көтерді. Депутаттық сауалдамалар берді бірнеше. Сосы депутаттардың арқасында, 3 депутатпыз, солардың арқасында өздеріне белгіленген жерлердегі көптеген мәселелер шешілді. Өздерінің қаражаттарынан шығарып, халыққа көмек жасағандары бар. Мысалға бір апаның үйін жасап бердік, аялдаманы жасап бердік деген сияқты. Бір мектептің алдында тұрған үлкен бір кедергі болып тұрған бір ғимаратты оның барлығын бұзып, оны реттеп, тегістеп, оны да берді. Осындай жасаған тірліктері көп. Біз айтамыз, ауыл партиясының азаматтары осы азғана осы 2 жылдың ішінде бірінші депутат болып қабылдасты. Өйткені екеуі де бұрын депутат болмаған. Бірақ ол екеуі де осы азғана уақыттың ішінде депутат болып қалыптасып, мынау халықтың мәселесін тыңдай біліп, халық соған шешу жолдарын таба білген азаматтар болып қалыптасты. Енді Қанатбек аға, жуырда біз мынау өзіңіздің экс-әріптесіңізбенен сұхбат құрдық. Сол кезде біз сұрадық, өзге партиялар қандай депутаттық сауалдар көтерді, нені қозғады мәслихатта деп. Сол кезде ол кісі былай деп жауап берді. Мен Қанатбек Досалиев ағамыз бастаған фракцияның мәслихатта ауқымды бір мәселе көтергенін көргенім жоқ деді. Бұған айтар уәжіңіз бар ма? Фракцияда біз 3 адамбыз, одан кейін 3 адам болып фракцияны құрған, ол енді мен ойлаймын, енді заң бойынша құрылды ғой фракция, бірақ 3 адам болып сонша мынау алдымызға мынау управлениенің басқармаларын басшыларын бәрін үйіріп қойып, соларға бірдей қыр көрсетіп, мынау кейбір фракцияның жетекшілері сияқты оларға жаңағы мінез көрсетіп, біз ондай жасағымыз келмеді. Онсыз да біз фракцияның сыртында ол жұмыстардың бәрін жасап жүрдік, көп нәрсені біз жасап та үлгердік. Оның жасаудың түрлі жолдары бар. Фракция деген нәрсе, енді ол ойлап табылған нәрсе.
мысалға оның мынау бізде тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысы деген болады. Ол жерде де қаралады. Дәл сол мәселені сол фракцияда да жаңағыдай қарап жатқанын мен көрдім. Жалпы фракция деген нәрсе ол енді ойлап табылған нәрсе мен ойымша. Ол фракция болсын болмасын, ол деген депутат өзінің жұмысын жасау керек. Келешекте фракция деген нәрсені болмайтыны ғой деп ойлаймын. Мүмкін болатын да шығар, бірақ ол үшін фракция болу үшін бірінші партияның ауқымы үлкен болу керек, депутаттардың саны мол болу керек. Біз енді өздеріңіз білесіздер, біз ауыл партиясы осыға дейін, осы өткен жолғы сайлауға дейін бірде-бір рет мәслихаттарда депутат болмаған ауыл партиясынан. Өткен сайлауда біздің осы қалалық мәслихатта 3 депутат болды. Жалпы республика бойынша 237 депутат болды. Бұл енді мынау партиялардың арасында былай қарағанда екінші орында тұрған партия, былай саны жағынан депутаттардың. Сондықтан бұл жерде сондай, бұл мәселе сондай. Ол жерде бір мен енді ол фракцияларды көріп жүрмін ғой, ол жердегі сол қарамағында мынау басқарма басшыларына, мынау мемлекеттік қызметте жүргендерге біраз қырын қарап деген сияқты сонда мінез көрсетіп сөйтіп жатқандарын мен білемін. Оның енді бір өздерінің сонда бір әдіс тәсіл шығар енді. Жақсы түсінікті. Солай түсінемін. Жақсы, енді мынау сіздің әлеуметтік желіңізді оқып шықтым. Бір айрықша пікірге көзім түсті, оқып берейін. 2007 жылдан бері әділ сайлау болған жоқ. Назарбаевтың таңдаған 3 қуыршақ партиясы мәжіліспен мәслихатта осы күнге дейін отырып келді. Бұл сіздің пікіріңіз. Енді дәл осы логикаға сүйенетін болсақ, осы өткен шақырылымда ауыл партиясы мәслихатқа өтті. Мәслихаттан 3 мандат алды, былайша айтқан кезде. Енді дәл осы логикаға сүйенетін болсақ, ауыл партиясының өзі мынау әкім таңдаған қуыршақ 3 партияның бірі емес пе мәслихатта отырған? Соңғы сайлауда мен ашып айтайын. Біз өте жақсы жұмыс жасадық. Біз сайлауда жеңілген жоқпыз деп ойлаймын. Бірақ бізге мен партияның басшысы ретінде маған ықпал жасады көп жерлерден. Оның атын атамай ақ қояйын, маған қайта хабарласып телефонмен. Мынау қатты кетіп барасыздар, нелерді түсіріп жатырсыздар, мына жерде адамдарын түсіріп жатыр, ертең шығып кетпесін әлеуметтік желілерге, ертең үлкен не болады, ертең әңгіме болады, бұл өзіңізге қиын болады дегендей мәселелер айтылды мысалы. Осынға шейін ол айтқанымен таймай, ол шынында сайлау болған жоқ. Сайлаудың барлығы жоғары жақта. Мысалға біз ойладық, ең кем дегенде 5 немесе бір біздің жұмысымыз істегенімізге байланысты, сайлаудағы нәтижемізге байланысты мен ойлаған бір 8 депутат болады ғой деп ойлағам. Мен сол цифр бойынша мен осы жердегі биліктің басындағы отырған азаматтармен де сөйлестім. Былайша айтқан кезде даже былай неге де біраз сөзге келіп қалуға да сонда тура келді. Бірақ дегенмен анау жоғары жақтан түсірілген сол 3 цифр, содан біз ешқандай өзгертіс жасай алмаймыз. Сондықтан тек қана алатындарымыз 3 деді. Әрине бұл қолдан жасалған нәрсе. Ол шындық, өмірдің шындығы. Мен оған келісім, мен онымен келіспеймін. Өзімнің пікірім сондай. Осынға шейін шында сайлау болған жоқ. Алдыңғы жылдары, мен мысалға 99 жылы депутат болып сайландым. Басында 8 депутат болдық, кейін екінші тур болды, ол кезде 2 тур болатын тұғын. Екінші турға мысалы 2 жылдың ректорымен түстік. Сол кезде демократия болмаса, сол кезде ашықтық, заңдық болмаса, мысалға мен жеңілмейтін едім бұл кісіні. Ол кезде демократияның бар кезі. Сондықтан мен мысалға облыстық мәслихатқа жеңіске жеттім, мысалға депутаттыққа. Одан кейін де түскен кезде 2007 жылында. Ол жерде де мына демократияның әлі де болса да сәлде болса элементтер бар еді. Мен Төле би ауданы бойынша түстім. Онда да ешкім ешқандай бізге көмектескен жоқ, мына партияның атынан деген сияқты. Бірақ әйтеуір өттік. Ал одан кейінгі жылдары 2007 жылдан бастап айтсам болады, шында сайлау болған жоқ.
Енді ағам, жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой қазір. Биылдың өзінде шекараны сызып берушілер, мандатты есептеп беретіндер, бөліп беретіндер хабарласып жатқан жоқ па? Биылғы сайлауда, қазіргі сайлауда. Жоқ, хабарласып жатқан жоқ. Қазір енді президенттің айтқан қазір талабы бар. Мына сайлауда өзінің уәдесі бар. Мына енді үлкен реформалар жасаймын деген, саяси салада, әлеуметтік салада, барлық саласында, экономика саласында да, ауыл шаруашылық өндіріс саласында да барлық жағдайда мен реформа жасаймын деген уәдесі бар. Сол реформалардың барлығы кезек-кезегімен қазір жасалып келе жатыр. Енді біз ең негізгі бір межеге келдік. Осы сайлау көп нәрсенің басын ашады. Сайлау туралы да президент өзінің жарлық жасағында, халықтың алдында сөйлеген сөзінде, кейін мынау жарлыққа қол қойған кезде сөйлеген айтқан сөзінде сайлау әділ, таза, заңды өтеді деп айтты. Өту керек деп айтты. Сол өткіземіз деп айтты. Және бұған жауапты орталық сайлау комитеті және бас прокуратура деді. Бұрын мысалға айтар еді ғой, мысалға жауапты билік, әкімшілік деген сияқты. Бұл жолы ондай ешқандай сөз айтылған жоқ. Сондықтан біз осы сайлаудың таза әділ өтетініне үміттіміз. Соны айтып та жүрміз. Әлеуметтік желіге мен бірінші жазсын да, басқалар да жазып жатыр. Бұл сайлау бұрынғы сайлауға қарағанда өзгеше болады. Шәкәрім бабамыз айтпақшы, бұл өлең басқа өлеңнен өзге жүрек деген сияқты. Сондықтан бұл сайлау басқа бұрынғы сайлаулардан қарағанда өзгеше болады деген үміттеміз. Соған біз дайындалып жатырмыз. Мен ойлаймын, енді таза оны көптеген халықты қолдап жатыр. Сайлау таза өту керек деген сияқты жаңа сайлау әлеуметтік желіде көптеген халықтардың атынан түсіп айтып отқан мәселелер біз қарап отырмыз. Сондықтан мен ойлаймын, бұл сайлау басқаша болатын шығар деп үміттемін. Дегенмен де әлде болса сол бұрынғы әдетке салып, сол өздері есептеп, біз мынанша аламыз, мына ауыл партиясы мынанша алады деп отырған, оны да жасырмауым керек. Өйткені мен оны білемін, ол деген сөз өзіме де айтылды. Осы алдына да тон пішіп қойған, мына партия мынанша алады, мына партия мынанша алады. Біз енді онымен келіспейміз. Сондықтан біз сайлауға жақсылап атсалысамыз, барымызды саламыз. Әрине заңның аясында бізді қолдайтын осы ел жұрт көп. Өйткені ауыл партиясы басқа партияға қарағанда мынау осы жыл сайын, әр сайлау сайын депутаттықтарды алып жатқан партияларға қарағанда әлдеқайда таза, бүлінбеген ешқандай. Сонда мен ойлаймын, халық қолдайды деп ойлаймын. Жақсы аға. Енді мынау өзіңіздің саясаттағы тәжірибеңіз өте көп. Мен сізден бір нәрсені сұрағым келіп отыр. Саясаттың өзінде сан түрлі термин бар, Қандай? Терминдер бар, сан түрлі. Саяси жезөкшелік деген терминді қалай түсінесіз аға? Саяси жезөкшелік? Иә. Саяси жезөкшелік деген қазіргі заманда өте актуальды. Иә, өте актуальды. Мысалға президенттің мәртебесіне байланысты жақында заңға өзгерістер енгізді. Сол заңды қабылдаған мысалға мәжілістің депутаттары уақытысында өздері дауыс көтеріп, өздері бірінші қолдап, бірінші ол мысалға президент оны сендер осы заңды қабылдаңдар, дәл осы қабылдаңдар деп айтқан жоқ шығар. Бірақ солардың арасынан белсенділер шығып, ойбай, біздің керемет басшымыз, бүгінгі елбасы, біз соған бір особый ерекше мәртебе беруіміз керек деп, мысалға солар сол заңды қабылдады. Өздері ұсынып, өздері қабылдады. Бірақ мына заман өзгергеннен кейін олар бәрі де басқа жаққа ауысып кетті былай. Басқа жаққа кетіп қалды. Былайша айтқан кезде өздерінің сөздерінен өздері тайып, анау кісіні сатты бұл жерде. Міне сатты, қазір енді басқа жаққа ауысып, міне соның жаңағы көсеуін көсеп жүр мысалға да. Бұл енді дәл осыны мысалға жаңа өзің айтпақшы, саяси жезөкшелік деп айтуға болады.
ол енді жасыратын ештеңе жоқ. ұят нәрсе. Ұят нәрсе. Иә. Мен енді өзімді таңғаламын, қалай сондайға барады. Ертең олар басқанда сатады ғой, мына президентті сатамыз солай. Сол ғой мысалы. Жақсы. Сонда бұл жерде ол айдан анық нәрсе. Ол саясатта болып тұрады ондай нәрсе. Енді аға, осыдан туындайтын бір сұрақ. Мынау сайлау келе жатыр алдымызда. Енді мынау өзге партиялардың партиялық тізіміне енбеген кейбір мәслихат депутаттары, экс мәслихат депутаттары өзге партияны іздеп, сол партияның атынан мәслихатқа өтіп мандат алғысы келетіндер шығып жатады жыл сайын. Әр сайлау сайын шығып жатады. Енді сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Өзіңіз Аманат партиясын жиі сынайсыз. Ол партияның жалпы жұмысына қатысты көп пікір айтасыз, сын айтасыз. Енді экс аманаттық өзінің бұрын мәслихат депутаты болған аманаттық алдыңызға келіп сізден партияға кіруін және мандат алып беруге көмектесуін сұраса, не істейсіз? Көмектесіз бе, қабылдайсыз ба? Мен бұған былай қараймын. Аманат партиясы билік партиясы болды. Иә. Билік партиясында пәленше мысалға депутат болды. Енді сол депутаттар келіп, соның ішіндегі белсенді депутаттар келіп, сізбен жұмыс істейік десе, мен оған қарсылық жасамаймын мен оған. Керісінше мысалға айтамын, мысалы халықтың алдына шыққан кезде міне Аманат партиясынан ауыл партиясына өтіп жатыр біраз депутаттар. Міне солардың бірі мыналар деп айтамын мысалға. Сөзіңіз аузыңызда аға. Толықтырып өтейін. Егер ол кісілер Аманат партиясының құрамында белсенді болатын болса, олар қалайша тізімге енбей қалуы мүмкін? Енді тізімде шектеулі ғой. Тізімде шектеулі ғой. Иә, оны бұрынғыдай емес, мысалға жаңағыдай 24 депутатты тізімге кіргізе салатын. Қазір мысалға заң бойынша 50-50, мысалға 50% жаңағы спискпен келеді, тізіммен келеді, 50% жаңағы мажоритарлық жолмен келеді деген сияқты. Сонда тізіммен кететін барлығы жоқ 16. 16-ны партияға бөлінген кезде енді өзің көріп отырсың, сонда тізімге қаншасы кірмей қалды мысалға. Одан кейін олар тізімге енбегеннен кейін мысалға кейбіреулері түсіп жатыр, жаңағы бір мандаттық округтар арқылы түсіп жатыр, өздерінің жаңағы ертең құда қаласа өздерінің мынау бағын сынап көрейін деп түсіп жатқандар бар енді. Ал енді ол жерден енді мүмкін білмеймін, енді бізге де келіп жатқандар ғой, бізде олар спискке кіргізіп жатқан жоқ қой, мысалы келіп жатқандар. Міне келгеніңе рахмет, міне бізді құрметтім, неге басқа партияға бармайсың? Неге ар жолға бармайсың? Бізге келіп отырсың, өйткені біздің партияға сенімің бар. Біздің партияның әділ екенін білесің. Біздің партияның әлі ешқандай бір андай жаман аты шықпағанын білесің біздің партиядан. Сондықтан келіп жатқан шығарсың деймін да. Келсең, мұны есік ашық, біз қабылдадық партиялық мүшелікке. Ал енді өзің қалаған жеріңнен түс, біз қолдаймыз дейміз мысалға. Ондай бізде де болып жатыр ондай нәрсе. Демек бар, келіп жатқандар. Иә, бар. Аға, енді бұл жалпы айтып жатса, біз қабылдап жатырмыз деп. Бұл дегеніміз сөз, мәселен, ауыл партиясы республика бойынша 300 мыңға жуық мүшесі бар, қателеспесем. Иә. Иә. Шымкент қаласында да мыңдаған мүшесі бар. 3,5 мыңдай шамада. Иә. Енді дәл осы үлкен қалың топтың ішінен партияның беделін көтеретін азаматтар шықпады ма деген заңды сауал туындайды ғой. Өйткені ауыл партиясы өзге партияның депутаттарына зәру емес шығар. Әлде шынымен де кадр мәселесінде тапшылық бар ма әлде? Енді айтқаның дұрыс. Ауыл партиясының мүшесі 3,5 мың болса да ол аз. Мысалы бір партия үшін де, мына үлкен мегаполис. Шамада где-то 1 миллионнан асатын халық бар. Бірақ бір мәселе, біз қазір өтпелі кезеңде отырмыз. Иә. Айтып отқаным мынандай, мысалға осынға шейін билік партиясы болып Нұр Отан болды. 2 жыл бұрын олар Аманат болды, шапанын ауыстырып киді. Бірақ сол күнде ештеңесі өзгерген жоқ. Бұрынғы билікте отырғандар сол Аманатқа қазір балет етіп отыр мысалға. Іштей болса да мысалға солардың сөзін сөйлеп, соларға көмектесіп жатыр деген сияқты. Яғни халықтың да сенімі, жалпы мынау билікке деген сенімі жоқ халықтың. Қанша мысалға бізге келеді, мысалға сұрақтармен келеді, біз көмектесуге тырысамыз,
бірақ келе барады да мысалы биліктің барып тіреледі біздің жаңа сұрақтарымыз. Сол жерге барып тіреледі, кей кезде шешілмей қалатыннан кейін халықтың да сенімі басқа партияларға, тек қана ауыл партиясына емес, жалпы басқа партияларға сенімі жоғалған. Өйткені олар қолында билік жоқ. Олар билік жоқ болғаннан кейін оның шешімі ол әлдеқайда болады ма, болмайды ма деген сияқты, мысалға әр халықтың өзінің несі бар ғой, жаңа ойы бар, түсінігі бар деген сияқты әр адам мысалға. Сондықтан олар одан да билік партиясына барайын, билікке олар еш болмаса солар көмектесетін шығар деп сондай қалыптасқан халықтың арасында сана қалыптасқан. Біз енді сол сананы қазір біз бұзуымыз керекпіз, өзгертуіміз керекпіз қазір. Мынау билік партиясы деген қазір енді былайша айтқанда болмау керек, дәл осындай. Сондай формада, сондай форматта болмау керек. Әрине, мынау мәжілісте қайсы партия жеңеді, сол енді ертең ұсыныс жасайды мысалға. Деген оған түсетін басқа да партиялар бар, қолдайын өздерінің түрлі. Ал бізде мысалға жергілікті өзін басқару деген заң бар, соның шеңберінде қазір жүргізіліп жатқан тірліктер мынаның барлығы. Бұл жерде енді билік қазіргі не бойынша, талап бойынша әкімдер мысалға партияның басшысы емес әкімдер. Ол біз үшін үлкен бір жетістік. Мемлекеттік қызметкерлердің мысалға мынау билік басшысы болып жүргендері орынбасарлар. Оларда мысалға партияда қазір болуға құқықтары жоқ. Дегенмен сол мына қалыптасқан жағдайды сәл әлі өзгерткісі келмейді олар қалыптасқан жағдайды. Сондықтан қазір өтпелі кезең деп отқаным сол қазір. Әлі де болса олар кеткенмен сол нені қолдан жібергісі келмейді, үйреншікті нәрсені. Ал енді бір жағынан президент талап етіп отыр, таза өткізіңдер, ешқандай бір заң бұзушылық болмасын деген мысалға талаптар қойып жатыр. Ол жағынан да мысалға мына халық ол жағынан негізінен халық қолдап жатыр ол жағынан мысалға. Сондықтан айтып отырмын, қазір мына өзі бір өтпелі кезең, өте бір күрделі кезең болады ол кезде. Мына сана өзгеріп, мына нені өмірдің ағымдары басқаша жаңа жолға түскенше ол деген болатын нәрсе. Ол өзі заңдық. Мысалы бірден мысалға әкім мысалға партиядан кетіп, ана партияның басшылығынан кеткен деген бірден басқа жаққа бұрып кете алмайды мысалға. Бәрі ол да пенде. Сондықтан сәл де болса енді мен енді тек қана біздің әкімді айтып отырмын, жалпы билікті айтып отырмын. Сондықтан олар жаңағы бұрынғы әдет бойынша әлде болса сол тірлікте жасасақ дейді. И жасалып та жатыр мысалға. Жасап тұр, ол айту керек. Жақсы. Яғни ол бірден мұнай басқа жаққа 180% бұрылып кететін, басқа жол түсіп кететін жағдай емес. Уақыт керек дейсіз. Уақыт керек ол үшін. Өйткені әбден қалыптасып алып қалдық енді ол мәселе. Жақсы. Енді дәл осы тақырыпты қорытындылайық жаңа. Өзіңізден жаңа біліп отырмын көп нәрсені. Мандат үшін партия ауыстыратындарды саяси жезөкше деп айта аламыз ба? Мандат үшін? Иә. Енді әр адамның өзінің құқығы бар. Мына қайқа барам десе де, қайда жүрем десе ол өзі құқықты. Ал енді мынандай болуы мүмкін ғой. Мысалға келіп атқан азамат да бізге мысалға бұрыннан бізге бүйрегі бұрылып тұрған, біздің жаңағы партиямыздың дұрыс екені бұрыннан көзі жетіп жүрген азаматтар мысалға сонда азаматтар келуі мүмкін бізге. Ал енді бізді бұрыннан жаңағы сынап, бізге жақтырмай қарап, бізді партия құрлы көрмей жүрген азаматтар мысалға келсе, мен айтам, келе жоқсың, білем ғой сен кім екеніңді деп айтам мысалға. Ал енді солардың арасында мысалға бар ғой енді қанша ол жерге болған. Енді билік партиясына талай жолдармен келгендер бар. Талай жолдармен. Көбісі сол бизнесмендер, көбісі жаңағы қалтасы толы азаматтар, әкесі, көкесі мықтылар, мысалға солар билік партиясында жүргендер көбісі. Енді олардың барлығын бірден санасын өзгертіп деп айту өте қиын. Олар сол жақта жүрген. Олар әлі мына не өзгергенше, мына саны өзгергенше
мына саны өзгеріп жаңа өмір қалыптасқанша біраз уақыт кетеді оған. Демек оның себебін білмей жатып біз оған сыртынан оны айта алмаймыз. Мысалы конкретно бір адамды айтсаң, мысалға мынау сол бұрын ана жерде сайрап жүрген адам еді, енді сізге келіпті десең, мен мысалы сол туралы айтар едім. Рейтингте барлық депутат сайрады ғой аға. Рейтингтің кезінде Аманат партиясында. Енді мен не үшін Аманат айта беремін? Өйткені мәслихаттардың 70-80% аманаттықтар ғой, мойындауымыз керек. Өйткені оларда тізім шығып қойды жуырда. Енді тізімге еңбек алғандар бәлкім ауылға да келіп жатқан шығар. 84%. 84%. Енді өзіңіз айтып отырсыз, Енді осындай білім келіп жатқан осы ғой жаңағыдай. Олардың барлығы рейтингтің кезінде Аманаттың сойылын соқты. Енді сайлау келе жатқан кезде шапан теріс ауыстырып киіп, өзге партияның етегінен ұстап, ол жаңаға өзіңіз айтып өткен сияқты парламенттегі президентке заңды қолдап, артынша оны қайтадан алып тастаған. Енді ол жерде құбылысты көрдің ғой. Бүкіл депутаттар біреу қалмай, біреу қарсы шықпады мысалға. Біреу де қарсы шықпады. Бүкіл депутаттар бірден басқа жаққа бұрылып кете салды. Ішінде біреу мен мысалға қалыс қалдым деген ондайды болған жоқ. Қарсы шықпады, қалыс қалдым деген болған жоқ мысалға. Ал енді ондай жағдайда ол мына құбылысқа біз баға берсек болады. Ал енді бір адам үшін мысалға, оның бір адамның өзінің талай тағдыры бар басындағы, өмірі бар деген сияқты, жағдайы бар, пендешілігі бар деген сияқты. Ол бір адам мысалға адасып жүрген адам болуы мүмкін мысалға. Аманат партиясы ішінде де жүрсе де адасып жүрген адам болуы мүмкін. Демек біз жаңа құрамды көріп қалуымыз мүмкін ауыл партиясының құрамынан, түсінікті аға. Енді мынау сайлаудың алдында сайлаушыларыңызға не айтасыз? Сайлаудың алдында сайлаушыларға айтатыны біз бірінші санамызды өзгертуіміз керекпіз. Мынау дүниеге шын көзбен қарауымыз керекпіз. Сөйтіп өзіміздің таңдауымыз керек. Мынау әрине қазір сайлау болғаннан кейін түрлі жолдармен халықтың алдына барады партиялар. Партияның атынан түсіп жатқан азаматтар түрлі программамен мысалға айтайын, өткен сайлауда Аманат партиясы, ол кезде Аманат емес, Нұр Отан еді. Нұр Отан еді ол кезде. Өздерінің программасы болған жоқ, мен айтайын. Бүкіл әкімнің программасын, қаланың әкімнің программасын, үй салу, жол салу, әлеуметтік мәселені көтеру, солардың бәрін 100% өздерінің қабылдай салады программа ретінде. Бұны қалай түсінуге болады? Ал енді осындай тірліктер бар ғой бізде мысалға да. Сондай енді қазіргі енді олар қандай программа барады? Тағы да сондай программа барады, білмеймін енді. Оны енді уақыт көрсете жатыр. Бірақ енді елдің алдына шыққан кезде ел соны тани білу керек. Азаматтарын, сол партияның қандай партия екенін. Енді ауыл партиясын айтатыным, енді қолдаушыларымыз кейбір азаматтар бізді былай деп айтады, енді олар енді жаңағы биліктің партиясында жүргендер болу керек. Ауыл партиясының не қажеті бар біздің Шымкентке, Шымкент қаласында. Ал енді мен оларға айтатыным, ауыл партиясы саяси партия. Саяси партия болғаннан кейін бұл саяси партия барлық мәселемен айналысады. Жастар мәселесімен айналысады, қарттар мәселесімен айналысады, әлеуметтік медицина мәселесімен. Мынау жұмыссыздық мәселесімен бәрімен айналысады. Біз айналысып келе жатырмыз. Қанша жиындар өткіздік осы мәселенің төңірегінде. Мынау елдің қауіпсіздігі, халқымыздың қауіпсіздігі. Бізде мысалға қазір не көп, ауру көп біздің қазір елімізде. Ауру көп. Бұрын мысалға біздің қалада бір 2-3-4 қана бір дәріхана болатын болса, қазір мысалы мысалға 10 қадамнан кейін мысалы бір дәріхана мысалға да. Мысалға бізде бары жоғы бір 6-7 қана емхана болатын тұғын бұрын. Қазір енді оның атына енді мысалға оны санап жеткізе алмайсың мысалға да, өте көп. Яғни ол не деген сөз? Ол бірінші бизнес шығар, екінші жағынан бұл біздің халықтың денсаулығы шында бұрынғыдай емес. Денсаулығы нашар, ауру көп. Ол неден? Бірінші ол мына тамақтан деп ойлаймыз. Келіп жатқан тамақтан, сырттан келіп жатқан тамақтар бар. Енді мынау кейбір мысалға батысқа кейбір тамақтар бар, мына шетел келіп жатқан.
соларға мысалы жастар әсіресе құмар деген олар жеген екен, олардың салмағы көбейіп кетеді, денсаулығы құрайды деген сияқты. Сондықтан біздің мынау ауыл партиясының алға қойып жатқан бірінші мәселесі ол жаңағы еліміздің қауіпсіздігі, тамаққа байланысты. Қазір біздің өндіріп жатқан осы ауыл шаруашылық өніммен айналысып жатқан мына кәсіпкерлеріміз бар. Мал бағып отыр, бордақылап жатыр, базарға шығарып жатыр, сатып жатыр деген сияқты. Немесе көкөніс шығарып жатыр. Мына олардың барлығын қазір біз лабораториялық анализдер жасамасақ болмайды. Оны қалай, мысалға бір қорада пәленше жылқы тұр мысалға да, 200-300 мың жылқы тұр. Олардың бәрі семіріп, уақытын қайдан тауып беріп отыр оның барлығы. Оның қазіргі енді мына қазіргі заман технологиясына байланысты, медицина технологиясына байланысты жаңағыда уколдар береді, басқа нәрсе береді. Оның бәрі мына адамның денсаулығына, адамның азығысына, ол деген жақпайды. Ол деген ауырмағанда не болады мысалға да? Ол үлкен мәселе. Бұл глобальный мәселе бір айтқан кезде. Сондықтан біз осы мәселені көтеріп те жүрміз. Мына соңғы әкім болған кезде біз облыстың Түймебай осы мәселе бойынша біз жиналыс, жиын өткізіп үлкен солардың бәрін сараптап, арнайы жаңағы управление, жаңағы ауыл шаруашылығы басқармасына адамды шақырып, біз осымен көтеріп, кейін ұсыныс ретінде бергенбіз. Барлығын қазір біз тәуелсіз лабораторияның несіне өткізу керек, сараптамасын өткізу керек. Базардағы еттердің бәрін тексеру керек, тәуелсіз лабораторияның сараптамасынан. Біз қандай ет жеп отырмыз, қандай тамақты жеп отырмыз, біз пайдаланып отырмыз мысалы. Оны мысалға пысқырып та қараған жоқ. Әлі де сондай. Сондықтан бұл мәселе үлкен. Мына қазақ бұрын сұрасқанда мал жан аман ба деп сұрайтын тұғын. Бірінші малын айтатын, мал жан аман ба. Мал аман болса жан аман. Малның денсаулығы болса аман, жанның да елдің денсаулығы жақсы. Сондықтан біз осы үлкен мәселе. Осы мәселе. Некен бізде мына Шымкентте мынандай біз айтыңыз ерекше мына Шымкенттің жағдайы қазір. Оны айтайын деп отқаным, мынау мегаполис құрды ғой, біздің Шымкенттен мегаполис жасады. Енді былайша қарағанда қазір біздің мынау территориямыз, шекарамыз дүниежүзіндегі ең үлкен территориясы бар қала болды. Мысалы Москваның өзі 113 мың шаршы километр Москваның территориясы. А бізде 117 мың жарым километр шаршы километр. Москвадан да үлкен. Ол жердегі ерекшелігі бізге 41 елді мекен кірген. Қосылды. Ауылдар бұрынғы. Олар негізінен кәсібі олардың ауыл шаруашылығы. Мал, жем шөп, егістік деген сияқты. Енді олардың бәрі қазір қала болып кеткен жоқ қой. Қала болып кетуіне әлі қайда көп уақыт бар. Ауыл партиясының көтеріп отқан үлкен мәселесі ауылдың инфраструктурасын көтеру. Ауыл мысалы қала сияқты жолы кең, таза, мектептері мықты, дәріханалары бар, демалатын орындары бар, қала сияқты болу керек. Мысалы ауылда қазір соған жеткізуіміз керек. Ауыл арқылы халықты мемлекеттің экономиясын көтеру деген қазір не болып отыр. Үлкен мәселе қазір көтеріп жатыр. Президенттің өзі айтты онда. Сондықтан біздің мынау осы ерекше жағдайымызды біз пайдалануымыз керекпіз. Мысалға мына 41 елді мекенге солардың жаңағы егістік жағдайы бар, ет өнімдерімен айналысып жатқандар бар деген. Солардың бәріне көмек беріп, субсидия беріп, әрине біз қазір оны мынау өзіміздің жергілікті бюджеттен бөліп, қаражат бөліп, соларға мысалға былайша айтқанда госзаказ беріп, солардың өнімін қалаға келсек, біріншіден біз бағаны тұрақтандырамыз, мұны тамақ өнімдеріне байланысты. Екінші, ол экологиялық жағынан ол дұрыс болады. Егер сол ауылдардың бәрін мысалға экономикасын, бизнес, кіші орта бизнесін дамытсақ, мысалға сол жақтан қалаға топырлап келмей жастар сол жерде жұмыс істейді. Яғни қалаға нагрузка аз болады. Қазір көптеген жастар мысалға ауылда жұмыс таппағаннан кейін қалада жүр. Білімі бар, дипломы барлар да әйтеуір қала тапқан жұмыс жасап жатыр. Енді олардың барлығы мысалы жай керек. Олардың барлығы мындай урбанизация дейміз ғой енді. Енді жай керек болған екен, олардың бәрі очередьте тұр. Қазір пәленбай мың мысалға адам мысалға мынау үй кезегінде тұр. Егер ауыл жақтың бәрін жақсылап жасайтын болса, ауылға көмектесетін болса, ауылдың инфраструктурасын, бизнесін дамытатын болса, керісінше сол жаққа мысалға бизнесті сол жаққа ауысады.
ол өйткені пайдалы. Екен ауылдың жастары бұл жаққа қалаға мысалға әшін қыдыруға келмесе, негізінде сол жақта өзінің бизнес жасап, сол жақта тұрақтандырады. Сондықтан осы жаңағыдай ерекше жағдайды біздің Шымкентке байланысты біз жақсы пайдалануымыз керек. Біз оған арнайы программа жасап жатырмыз. Сондықтан ертең сол программаны біз билікке ұсынамыз. Сөйтіп ортақ бір шешімге келетін шығармыз, егер қолдаса олар. Осындай халыққа да сол айтатынымыз сол, бізді ауыл партиясын қолдаса дейміз. Біз ауылға, біз елге, мейлі қала болсын, мысалы ауыл болсын, дей жерде бәріне біз қызмет жасаймыз. Жақсы аға. Алдағы саяси науқанда сәттілік тілеймін. Рахмет. Алшықтарыңыз алшықтан тұра берсін дегім келеді. Құрметті көрермен, біздің кезекті сұхбатымыз осыменен аяқталды. Бүгінде бірқатар өзекті деген сауалдарымызға жауап алдық деген ойдамын. Біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.